Құдай ас беретіндер. Өлген адамның жылын, қырқын, жетісін, қонағасын беретіндер. Және басқа да аруақтарға бір садақа деп Құран оқытып мал соятындар. Сол асты беріп біткенше өзі ниет қалай болады бізде? Бірінші Құдайдың ризалығы үшін болады. Бұл бір. Сауапты марқұмға бағыштаймыз. Бұл екі. Ал енді осы екеуін дұрыстап өткізе алмайтын қаншама адам бар, білесіздер ма? Қалай дейсіздер ғой? Ас беріп біткенше біз ағайынмен ұрысып бітеміз. Еркектер әйелімен боқтасып бітеді. Басты сен айыр, жағын сен құйқала, сен сой, мен сой, сенікі міндет, менікі міндет, мен ойнап отырма деп әйел бақырады, мен жүрмін ба деп еркек бақырады, сөйтіп қырылысып бұл мал сояды. Одан кейін мал сойып біткеннен енді қонақ шақыратын кезде двойной қырылыс. Ай, ананы шақыр, мынаны шақырма, ол бізді берді, өткенде бермей қойды, ол шақырған жоқ, неге шақырам, бүйтпеді, сөйтпе. Міне әлі Құдайға жеткен жоқпыз әлі біз. Енді келеді. Келген шақырғаннан келіп қызмет жасайтын ағайын бар. Келмаса оған ұрсады. Ағайындарды теріс қайрайды, балаларға жаман сөз айтады. Осының бәрі қаншалықты дұрыс нәрсе? Қалай ойлайсыздар? Өзі Құдайы астың өзі ұрыссыз, қырлықсыз болу керек болса, Құдай үшін болмай ма? Жо міндет па біреудің Құран оқытқаны? Қалай ойлайсыздар? Одан кейін шақырған кезде қонақта тістеп, шұқып, бір-біріне әңгіме айтып, прикол ұстап ағайындармен, қалжыңдасып, жеңгелермен, ағаларымен ұрысып жүргендер Құдайға жақындайсыз ба сондай аспенен? Қалай? Бізде жоқ. Құдайларымыз бәрі идеальный бола ма? Жоқ, ондай емес біздікі. Ұрысып, төбелесіп, ол біреу кешіп келеді, біреу келе алады, біреу келе алмайды, келмегенде қарғап, келгенде ұрысып, біреуге жағымпазданып. Сонда осы Құдай ас бола ма? Құдай астың ағайынмен ұрысып, әйелмен жағаласып, салатқа кірісіп, мынандай салат істе, мынандай істеме, дастарханың мындай деп, біз өз арамызда қырылысып бітсек, сонда ағайынның жиналған кездегі астан сауап болады деп ойлайсыздар ма? Жоқ, сол Құдайға аруаққа жағатын ас бола ма? Әлбетте дұрыс болмайды. Сол үшін Құдай ас беретін ардақтылар, Құдайға аспен, тамақпен емес, қабағыңызбен ағайынға дұрыс тату тәтті мәмілемен жақындайсыз, ғибадатың болса, иманның басында тұрып. Қанша Құдайға барып жүрмін ғой мен, біткенше ұрысып, төбелесіп, ең соңында молда келемей қалса молдаға тиісіп, молданың сонан кейін пакетін аңдып, бола ма сол?